Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді, тез дайын болатын және де ерекше болып шығатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Сіздер де дәл менің рецептіме жасап көріңіздер. Бізге тартылған сиыр еті және 2 жұмыртқа қажет болады. Және көз мөлшерімен қара бұрыш, қызыл бұрышымызды немесе басқа дәмдеуіштер салсаңыздар да болады. Алдын ала көкөністерді дайындап қойған болатынмын. Сәбіз, картоп, болгар бұрышы, көкпияз және орам жапырақты майдалап турап осылай салып шығамыз және көз мөлшерімен тұз қосамыз. Енді барлық ингредиенттерді жақсылап қолымызбен араластырып алатын боламыз. Кішкене су қоссаңыздар да болады, сонда сочный болып шығады. Енді пісіруге арналған формамызды алып, жақсылап қолымызбен біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Алдын ала пешті қыздырып қойдым. Барлығын турап салып жібересіз да, басқа жұмыстарыңызбен айналыса бересіз. Өте жеңіл және оңай пісірілетін тағам. 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп алдым. Одан кейін үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, тағы да пешке 5 минут уақытқа қойып алатын боламыз. 5 минуттан кейін міне тағамымыз дайын болып шықты. Өте дәмді және тез дайындалды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін және алдағы уақытта менен көптеген жаңа видеолар күтіңіздер. Менің каналыма жазылып, пікір қалдыруды, жүрекшені басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.